басқан кезде біз мына аятты күнге демей жерге қайтарайық деген болатынбыз. Уассамаи, аспанға серт, және де бұны мастар деп алатын болсақ, және де оның құрылуына, оның көтерілуіне серт. Уәл арды, жерге серт, уәма тахаха. Бұл жерде де мәні мастар деп алатын болсақ, жерге және жердің біздер үшін, адам баласы өмір сүру үшін төселуіне, жайылуына серт. Ал біздің аудармаларда исм маусул ретінде алғандықтан жасаған Аллахқа, жайған Аллахқа деген мағынада исм маусул ретінде алған. Уа нафси уа ма сауаха дедімізде нәпсіге серт және де оны теңестірген. Бұл жердегі теңестіру жермен жексен ету емес, оны толыққанды кәміл түрде жаратқан, жаратуына серт болсын деп түсіндіреміз. Мына сауа деген етістікке енді мына етістік атып етіліп отыр. Неге серт? Нәпсіге серт. Оның кәміл түрде жаратылуына серт. Және де оған, оның жамандығының да, жақсылығының да, жақсылыққа да, жамандыққа да оның бейім түрде жаратылуына серт. Немесе ол нәпсіге жақсылықтың да, жамандықтың да, жақсылықтың да ұқтырылуына серт деп аударуымызға болады. Жауабыл қасам керді. Олай болса, сол нәпсісін тазартқан кісі құтылды, Аллахтың азабынан құтылды, жеңіске жетті. Және де оны жасырған кісі деген кезде күнәға батырған кісі, күнәға батырып жасырған кісі деген мағынада зиянға ұшырады дегенді қор болды деп аударған екен. Келесі аятымыз кәззабат самуду, бұған мысал ретінде берді дедік жаңа тәпсірінде. Мына жерде өз-өзін қор қылды дегенде кімді айтып тұрмыз дейді, мысал ретінде. Самуд қауымы өтірікке шығарды. Не себептен өтірікке шығарды? Өзінің азғындыққа түсуі себебімен. Бұл жердегі бейміз сәбәпті білдіріп тұрған бей деп қаралған екен. Негізі біз азғындығымен десек те болады, алайда мына жерде аудармада дұрыс кетпекті көріп тұрсыз. Самудтың азғындары депті. Олай емес. Самуд қауымы өзінің азғындығымен, азғандығымен өтірікке шығарды. Қай кезде ішінен ең жауызы атылып шыққан сәтте өзінің азғындығымен Самуд қауымы өтірікке шығарды. Фақала, сол кезде пайғамбарлары Расулуллах, ол Аллах елшісі не деді? Салих алейхиссалам, нақаталла ва суқияха. Яғни Аллахтың түйесіне және де оның суғаруына килікпеңіздер, тиіспеңіздер деп ескертті. Алайда факаззабуху, олар оны өтірікке шығарды. Фағақаруха, ол түйені бауыздап тастады. Өтірікке шығарды да бірден бауыздап тастады. Фәфә деген негізі бірден жасалғандықты білдіреді. Бір істен кейін бір істен. Мысалы, мына жерде өтірікке шығарды. Сонда пайғамбар қайта ескертті. Сонда олар қайта да өтірікке шығарды да жаңа атылып шыққан жаңағы несі барып өлтірді. Мына жерде бауыздап тастады деген көпше түрде айтып тұр. Негізінде алға шыққан олардың ең жауызы. Атылып барып бауыздап. Бірақ жаңағылардың келісімімен болғандықтан мына жерде көпше түрде қолданып тұр. Адамдама соған байланысты Алла Тағала олардың үстіне күнәларына байланысты азабын жіберді. Самуд қауымын жермен жексен қылды. Және де бұл жермен жексен қылуда, жазасын беруде Алла Тағала бұның соңынан қорықпайды. Қорықпаған күйде деп аударуға болады дейді. Уәні күйді білдіретін уәул халия деп аударсақ болады. Немесе атып етілді дейді, бірақ атып етілді десек, әдетте осы жаққа атып етілу керек, алдында бір атып етілген етістік жоқ. Ал жаңа сөйлем ретінде қарайтын болса, және де Алла Тағала ешқандай да мұның соңынан, ақырынан қорықпайды, тартынбайды деген мағынада аят келтірілген екен. Осымен біздер Шамс сүресін қыздар аяқтадық. Альхамдулиллахи раббил аламин. Келесі апта Құдай қаласа біздер Бәләд сүресімен жалғастырамыз. Бәләд сүресінің де құрылысы осы Шамс сүресіне өте ұқсас, өйткені ыңғай қасамдар атып етіліп келеді. Онда да оның документі дайын, мәтіндері Құдай қаласа мен неге Google Drive-қа жүктеймін.
Одан кейін келесі өткендегі ләйлдің тәпсірін біз тікелей кітаптан оқи салған едік. Оны да қазір толықтырып жатырмын. Мұхтасар тәпсірді харакатсыз, харакатты аудармасымен қосқан едім ғой. Соларды қосқан кезде файлға жүктейтін боламын, иншалла. Аллаға аманат болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.